Армысыздар, құрметті көрермендер, кино сүйер қауым. Бүгін бізде екінші шығарылым. Сіздермен бірге қазақ тілінде шетелдік кино. Сіздермен бірге қазақ тілінде киноны талдайтын боламыз. Бүгінгі біздің жалпы талдайтын, әңгіме қылатын киномыз осы 2021 жылы жарыққа шыққан, рейтингі 8-ден асатын, көрген кезде 1,5 сағат уақытыңызды алатын Палмер деп аталатын кино жайында болады. Фильмнің жанры драма. Өздеріңіз білетін Джастин Тимберлейк деген актер басты рөлді сомдайды. Бұл фильмнің режиссері Фишер Стивенсон, ал сценарий авторы Шерил Герриеро. Жалпы енді бірден айтайын, бұл фильм сіздер күткендей бір вау дейтіндей таң қалдыратын фильм емес. Қолдарыңызға попкорн алып кинотеатрға барып көретін фильм емес. Менің артындағы Палмердің афишасы, Палмердің суреті. Жалпы фильм не үшін Палмер деп аталды? Палмер деген кім? Фильм Эдди Палмер жайында. Палмер деген кәдімгі басты кейіпкер. Студент кезінде американский футболдың жұлдызы болған, былай айтқанда хит жігіттің бірі болған. Сөйтіп жүріп жастық жалынмен бір-екі проблемаларға басы кіріп, сотталып кетеді. 13 жыл бойы түрмеде отырады. Сөйтіп түрмеден шыққаннан кейін, жалпы өзінің жастық шағын сол түрмеде өткізеді ғой, былай айтқанда. Түрмеден шыққаннан кейін өзінің баяғы туып өскен жеріне келеді. Бұны асырап баққан әжесінің жанына келеді, сол жерде бірге тұрады. Өмірін жаңадан бастағысы келеді. Өзінің баяғы оқыған мектебіне пол жуушы болып жұмысқа кіреді. Былай айтқанда, өткен өмірінің барлығын ысырып тастап, ұмытып, өмірін жаңа ақ парақтан бастағысы келеді. Міне осылай жүріп, көрші тұратын ағайындармен танысады. Сэм атты сол үйдің кішкентай баласымен танысады. Екеуі жиі көрісетін болады. Себебі бұл жұмыс істейтін мектепте ол бала оқушы болатын, сол жерде оқиды. Ал енді бір қызығы, жаңағы Сэм деген кішкентай баланың ата-анасы есірткімен әуестенетіні бар еді. Былай айтқанда нашақорлар. Әкесі арақ ішіп, бір айлап, екі айлап жоқ болып кетсе, анасы да тура сондай есірткіге тәуелді, дала кезіп, жаңағы бір айға, екі айға баласын тастап жоқ болып кетеді. Баласы не керек? Қасында көршісі жаңағы Палмердің әжесіне келіп, сол жерден тамақ ішіп, сол жерде ұйықтап жатып жүреді. Палмер де сол жерге келеді, Палмермен сол жерде танысады, бір-бірімен жаңағы жақсы тіл табыса бастайды. Баланың ата-анасы нашақор екенін біледі, осындай бір қиындықтан баланы құтқарғысы келеді, баланың болашағы жарқын болғанын қалайды. Осылай бала қараусыз қалған кезде оған Эдди Палмер қамқор болады. Сөйтіп баланы нашақор ата-анадан құтқарамын деп басы тағы да бір бәлеге қалады. Былай айтқанда сотталып кетейін деп қалады тағы да. Өзі кеше ғана түрмеден шыққан, бүгін бір баланы құтқарамын деп тағы да темір тордың арғы жағына кетіп қалуға сәл ғана қалады. Енді бұл жерде бір мәселе болады, балаға таңдау келеді. Не ата-анасымен бірге тұрады, не болмаса Палмерді таңдайды, не болмаса сот баланы ата-анадан тартып алып, ата-ана деген құқығынан айырып, басқа отбасыға беруге мәжбүр болады. Себебі бала есірткіге тәуелді ата-анамен бірге тұруға болмайды деген заңдары бар екен. Палмер сотқа жүгінеді, баланы маған беріңіздер, мен өзімнің қарамағыма аламын дейді, бірақ сот Палмерге бермейді. Неге? Себебі ол бұрын сотталған. Шыны керек, фильм бана сөз басында айтқандай бірден бір жарқ етіп, адамды таңғалдыратындай сюжеттер жоқ. Бір сарынды, фильм бір сарынды, қатты бір адамды ұстап тартып тұратын, аудиторияны ұстайтындай шиеленіскен оқиғалары жоқ, бірақ мағынасы терең. Жалпы айтар ойы бар. Осы 2021 жылы шыққан фильмдердің ішінде рейтингі жоғары кино туындылардың қатарына кіріп тұр әзірге. Кино жайында көрермендер не деді? Бір-екі сіздерге комментарияларды айтайын. Джастин Тимберлейк басты рөлді сомдаған соң киноны көргім келді, көңілімнен шықты. Кино басталғаннан түрмеден шыққан жігітті көрдім дейді, бірақ қандай қылмыс істегені белгісіз, сол қызық болды. Бірақ көруге кеңес беремін, өте қызық психологиялық фильм дейді. Екінші бір көрерменім жазған екен, бұл киноға кеткен уақытым үшін ешқандай өкінбеймін, өте керемет фильм дейді. Енді әзірге бұл киноның комментариясында ешқандай бір жаман пікір жоқ, барлығы оң, сондықтан да сіздерге көруге кеңес беремін. Егер көретін кино болмаса, бір таңдау болмаса, жай ғана бір қызық үшін, рейтинг жоғары болған үшін ғана көрем демесеңіз, бұлай аса қатты киноның тартатыны жоқ.
мен де бұл киноны көріп шықтым. Бұған кеткен уақытымды зая кетті деп айта алмаймын. Бір көрген кезде бір-екі ой түйдім деген сияқты ғой. Енді жаңа айтқандай мағынасы бар. Бірақ аса қатты маған ұнаған жоқ. Сондықтан да нақты көріңіздер деп сіздерге айтпаймын. Өздеріңіз білесіздер. Көрем десеңіздер, рейтингі жоғары, айтар ойы бар, бір сарында жақсы кино туынды. Ал енді маған бұндай кинолар ұнамайды. Бұдан да қызығын, бұдан да бір күшті атыс, шабыс, төбелес, экшн көргім келеді десеңіз, болмаса фантастика көрем десеңіз, онда бұл кино сіздікі емес. Бүгінге айтарым осы. Палмер деген киноны сіздерге дұрыс түсіндіріп жеткізе алдым деп ойлаймын. Егер шығарылым ұнаса, арнамызға жазылып, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымда кездескенше.